Күнтізбеде қазан айының 2-ші жексенбісі мүгедектігі бар азаматтардың күні болып белгіленген. Осыған орай мейірім жан шуағы атты мерекелік концерт өтті. Концерттің шымылдығы түрілмес бұрын ерекше жандардың қол өнер бұйымдарының көрмесі өтті. Жеңіл өнеркәсіп және сервис колледжінің сурет аудармашысы Гүлмира Төленқызы 20-ға жуық студентті бүгінгі шараға ертіп келген. Олардың арасында қаз-қатар тізіліп тұрған туындылардың авторы да бар. Қазір мен 2 студентімді, шәкіртімді алып келіп отырмын. Өздерінің жаңа қолдан жасалған, жаңа табиғи, жаңа біздікі тігін саласы, модельер пішуші, модельер тігінші өзінің құрақ көрпесін және тіккен бұйымдарын алып келіп отыр. Және Асылбек Дана өзі тума талантты суретші. Мерекелік шара жыл сайын аталып өтіледі. Мақсаты мүгедектігі бар адамдарды мемлекеттің бір бөлшегі екенін жеткізу. Бүгінде Шымкент қаласында 40 мыңнан астам мүгедектігі бар тұрғын тұрады. Концертке 400-ге жуық азамат шақырылып, барлығына арнайы сыйлықтар тарту етілді. Жыл сайын біз бұл мерекені атап өтудеміз. Қаламызда 41 мыңнан астам мүгедектігі бар адамдар бар. Мүгедектігі бар адамдар мемлекетіміздің бір бөлшегі деп есептейміз. Сондықтан бүгін осы жұмыспен қамту және әлеуметтік қорғау басқармасының ұйымдастыруымен 400-ге жуық мүгедектігі бар адамдарды қатысуында іс-шара ұйымдастырып жатырмыз. Бұл іс-шарада концерттік іс-шара және де осы концерт соңынан кейін сыйлықтар табыс етіледі келген балаларға. Сондықтан мемлекет әрдайым мүгедектігі бар адамдарды өз назарынан тыс қалдырмайды. Мемлекет тарапынан көптеген әлеуметтік қолдау шаралары көрсетіліп келеді. Айта кетсек, Шымкент қаласында мүгедектігі шектеулі азаматтардың өмірге белсене араласуына мүмкіндік жасау үшін тең қоғам әлеуметтік қолдау орталығы ашылған болатын. Бүгінде орталықта 26 маман қызмет көрсетеді. Орталық бір күнде 300-ге жуық адамды қабылдауға қауқарлы. Мерей Сәрсенбек, Ерланбек Саидов, Жалғас Жаңаберген, Уақыт телеарнасы.